Құрметті оқушылар, бүгін бізде Тахауи Ахтановтың күй аңызы әңгімесі. Сабағымыздың мақсаты автор қолданысындағы көркемдегіш құралдарды анықтап, пролог, эпилогты анықтайды. Сонымен қатар композицияны, яғни әңгіме желісін толық талдай отыра, бөлшектен бүтінге, бүтіннен бөлшекке қарай талдау жасаймыз. Құрметті оқушылар, Тахауи Ахтановтың күй аңызы әңгімесіне берілетін дескриптор әңгімедегі автор қолданысындағы көркемдегіш құралдарды талдап, сюжеттік құрылымын эпилог, прологты анықтайды, әңгіме үзіндісін түсініп талқылайды. Күй аңызы әңгімесін талдай отыра, өзіндік сыни пікір құрастырып, тұтастан бөлшекке, бөлшектен тұтасқа қарай толық талдау жасайды. Көтерілген мәселені, идеяны анықтайды. Шығармадағы қазақы болмыс пен қарапайым отбасы тірлігінің заман шындығынан көрініс береді. Сондықтан да қазір оқушылар білімлендке, яғни электронды порталына назар аударып, күй аңызы әңгімесінің тақырыбы мен идеясына мұқият тыңдаймыз. Күй аңызы әңгімесі жазушы Тахауи Ахтановтың 1960 жылы жазылған тырнақалды туындыларының бірі. Туындының тақырыбы шығармашылық адамына арналып, басты идеясы сол өнер иесінің адалдық, имандылық қасиеттерінің негізінде өрбиді. Әңгіме халық арасында кеңінен таралған нар идірген күйінің аңыз желісімен жазылған. Аңыз бойынша ботасынан айырылып боздаған нардың тас емшегін жібітіп идірген күй құдіреті, күйшінің хас шеберлігі. Осы бір романтикалық сарындағы халық туындысын жазушы әңгімесіне арқау еткенімен, әңгіме әлеуметтік, адамгершілік мазмұнда сипат алады. Әңгіменің басты кейіпкері естемес есімді күйші. Жасы 50-ге келсе де, отбасын құрмаған оның жан дүниесінде айықпас мұң бар. Өткен өмірін шәкірті Оразымбетке айтып келе жатып, жапан сүзде жүрген жүдеу жалғыз түйені көреді. Естемес бұл ботасынан айырылған аруана екендігін сезінеді. Күйшінің көңілі толқып, домбыраның шанағынан әуен ағытылады, алайда соңына жетпейді. Бұл сюжеттің экспозициясы. Нар соңынан ере жүрген жолаушылар кәрі шал мен бойжеткен қызы бар бір қараш үйге түседі. Шал малдың күйге елігетінін айтып, өнерін салып көруін өтінеді. Естеместе елде жоқ қолға салып шалдың қызын сұрайды. Күйші өнерімен ботасы өліп, суалған нарды идіргенде, желін тас қылып ұстап саумай отырған қызды көреді. Сонда ол дәуреннің өткенін түсініп домбыраны шәкіртіне ұсынады. Адамгершілік қасиетті өнерден де жоғары қойған философиялық түйін сюжет шешіміне айналған. Тахауи Ахтановтың қалам тербеген күй аңызы әңгімесі бұл өнер мен өнер иелерінің тағдыры жөнінде сыр шерткенін байқадық. Сол жазушы шығармаларынан, яғни аштық тақырыбы, соғыс тақырыбындағы ерекше орын алуын да көре аламыз. Олай болатын болса, шығарманың композициялық құрылысына талдау жасайық. Шығарманың басталуы, екі салт аттының жолға шығуы, күйшілердің әңгімесі. Шығарманың байланысуы, жалғыз нарға кезігуі, ботасы өлген аруананың зары, естеместің домбырасына тіл бітіруі. Шығарманың дамуы, жолаушылардың қараша үйге түсуі. Шығарманың шиеленісуі, жаңыл қыздың әкесіне қолқа салуы. Шығарманың шарықтау шегі, естемес күйшінің өнері, нар идірген күйінің дүниеге келуі. Шығарманың шешімі, естемес күйшінің өз жолын жас жігітке беруі. Өздеріңіз көріп отырғандай, күйшінің ішкі толғанысы мен ботасын боздаған бозінгеннің шығармадағы үндестігі неде? Күй дегенде қазақтың осы Сарыарқа даласындағы күмбірлеген күй, небір күйлердің дүниеге келуін суреттейді. Әрбір күйдің өзінің тарихы бар. Ал осы күйге келетін болсақ, яғни ботасынан айырылған бозінгеннің, аруананың зарын біз сезе алдық. Естемес күйші домбыраның құлағында ойнайтын, бар жігерін, қуатын, рухын
құдіретті домбыра арқылы жеткізетін күйші. Оразымбет жас күйші. Ол да өмірден көргені бар, түйгені бар күйші. Бойжеткен ару Жаңыл. Әкесімен бірге Бозінгенді ғана өздеріне азық етіп отырған жандар. Ақылына көркі сай сұлу, өте парасатты, пайымды қыз. Қараша үй. Нар соңынан әудем жеретіп отырған екі салтатты Ипан тауынан бергі ылдидағы қайнарда жұпыны ғана жалғыз қараша үйді көрді деп келеді. Яғни нар үйге жеткенде басына үкілі тақия киген талдырмаш денелі қыз шығып, бұйдасын шешіп, есік алдында қазыққа байлайды. Міне осы сәтте екі салтатты да осы қараша үйге келіп тоқтайды. Бұл қараша үйдегі Жаңыл қою қара қасты, мөлдірген қара көзді, дөңгелек жүзді қара торының сұлуы. Әке, яғни салтаттылар күйшілер үйге келіп тоқтаған кезде ақсақал қатты қиналып қалады. Сол кезде неге қиналмайын қарағым, биылғы жұт елді титықтатып кетті ғой, арқалайтын да, асырайтын да жалғыз нарымыз анау жатқан. Ауыл көшерде бошалап кетіп, ботасыз қайтты, су алып қалды, деп шал ауыр күрсінеді. Бозінген зары. Халық басына күн туып, елінен, жерінен айырылған ауыл дүрбеленге түскен бір шақта, осы інген ботасына, оққа ұшқан ботасын зарлаған інгеннің күні түні бос жүріп, яғни елді жерді жағалап, зарлап жүрген зарыны. Осы зар арқылы өзінің ішкі толғанысын, күйін білдіреді. Адамзат та сол жан-жануардың осындай қарекетін, зарын, сай-сүйегін сырқыратқанын көре аламыз. Нар идірген күйі, бұл қазақтың аңызға құралған күйі, халықтың музыка өнерінде ежелден қалыптасқан шығармалар қатарына жатады. Бұл күйлерден біз халықтың тұрмыс тіршілігін, болмыс бітімін, ой арманын танып білуге болады. Осы күйлер күмбірлеген сырлы сазымен ауызша таралып, мән-мағынасы тереңде жатыр. Ал енді осы аңыз күйлер көбіне қылқобызбен, домбырамен аспаптарда ойналады. Бұнда нардың боздағанын да айқын осы аспап арқылы сезіне аламыз. Нар идірген күйіне нақтырақ тоқталатын болсақ, бұл Маңғыстау жерінде, яғни көшпелі тайпалардың көбі ат ізін салған жерлерде тарады деген аңыз бар. Ертеде бір кедейдің жалғыз түйесі болады. Жазғы түрім түйесі боталап, 2 күннен кейін бота сөйледі. Ботасыз қалған жануар емей, желін сыздап, күңірене боздайды. Бұл жағдай кедейдің жанына қатты батады. Сөйтіп, жалпы қыздан үміткер өздерінің бақтарын сынамақшы болып, жер-жерден талай домбырашылар келеді, бірақ мая емейді. 3 домбырашы келеді. Осы соның қарт домбырашысы жаңағы домбыраны күмбірлетіп тартып, түйенің боздағанындай күңіренте тартқан уақытта 62 тамыры шымырлап ей бастайды. Шалдың тартқанын біз сессе де қыз оны желін қатты қысып тұрып, емеді, домбыраны келесі кісіге беріңіз деп, өзінің жас жігіттен дәмесі бар екендігін осы іс-әрекет арқылы көрсетеді. Бұл желін босатып жібереді одан кейін, яғни қарт домбырашы өзінің жасының шамасының келгенін сезіп, қыз бен жігітке өзінің жолын ұсынады. Міне осылай жалпы тарихы тараған. Сондықтан бұл ауыздан ауызға тарып келе жатқан тарихи оқиғаға құрылған
шығарма. Күй құдіреті қай ұлтқа болмасын, қай халыққа болса да халықпен біте қайнасып, бірге жасап келе жатқан киелі асыл мұраларымыз. Бұл қазақ халқы үшін сондай құнды, бағалы мұралардың бірі күй. Қазақ күйінің тарихы сонау әрден жатыр. Күйді ел тарихынан бөліп қарау мүмкін емес. Кешегі замандарда күйлерді халықтың қайғы қасіреті, азат өмірге ұмтылысы, әділетсіздік күресігі өрнек тапты. Жаңа жоғарыда айтып кеткендей, нар идірген күйде осы Бозінгеннің зары да міне осы шығармаға арқау болып, сол күйдің құдіретін біз сезіне алдық деп есептеймін. Яғни күй жайдан жай шығарыла салмайды, онда адам жанының ішкі толғанысын, сезімінен пайда болады. Құдіретті өнердің, яғни өнер құдіреті. Бұл деп отырғанымыз біздегі күйге деген құмарлық, ынтазарлық, яғни осы дәстүрге айналған. Шығарманың өзінің күйдің құдіретін бір сезсе, бір сезе бермейді. Бұнда үлкен бір мән мағына жатқан қарауат. Қазақ күйден ажырамайды, қайта дамытып келе жатыр. Сондықтан осы домбыра арқылы, аспаптар арқылы өнегелі іс қайта жаңғырып жатыр. Яғни біздің санамыздың, ұлтты сүюіміздің, елімізді, төртлік малды қадірлеуімізде осында жатыр. Сонда өнердің құдіретісі күй деп айтуға болады. Оқушылар енді кестеге негізделген дәйектемеге талдау жасайық. Алдарыңызда, яғни әңгімеден үзінді тұр. Келесі бағандарда кейіпкердің сөзі, әрекеті, қолданған, яғни сөз қолданыстары, одан кейінгі ұқсастықтары мен айырмашылықтары негізгі оймен түйіндейсіздер. Мысалы, қашан кемеліне келтіргенше көп алдында салмаған жөн деп алдарыңызда тапсырма тұр. Алдарыңызда тапсырманы орындайсыздар. Балалар, міне экранда сұрақтар жазылып тұр. Шығарма неліктен күй аңызы деп аталған? Күй дегеніміз не? Әңгіме қандай мазмұнда сипатталады? Күй мен нар арасындағы байланыстар қандай? Осы сұраққа кім жауап береді екен? Апа, мен жауап берсем бола ма? Жалпы шығарманың күй аңызы деп аталуының себебі, мысалы қазақтарда жалпы бірнеше күй түрлері бар. Соның бірі нар ерген күй болып табылады. Бұл шығарма осы күйге негізделген болатын. Бұл жерде біз әкесімен ақылына көркі сай қызының аштық кезеңіндегі бейнесін көре аламыз. Және де бұл шығарма тұтас бір әлеуметтік мәселені қозғайтын шығарма болып табылады, және ол қасиетті домбыра үніне негізделген шығарма болып табылады. Мінекей, Дилназда шығарма неліктен күй аңызы деп аталатын, яғни сұраққа жауап берді. Қалған оқушылар да сұраққа жауап бере аласыздар. Олай болатын болса, тапсырмаларыңызды орындап жібересіздер. Үйге тапсырма, күй құдіреті тақырыбына ой толғау жазып, Инстаграмға күй аңызы хештегі арқылы салыңыз. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.